Сәлем құрметті оқырман. Сіз қай кезде жаман ойлай аласыз? Әрине, әрбір пенденің басында сан-сақ ойлар бар. Соның бірі жаман ой. Әсілі жаман сөз айту тыйым салынған секілді, жаман нәрсені ойлауда солай арам етілген. Мұсылман бауырың туралы кемшіліктерін басқаға айтып, жария ету түгілі, ол туралы жаман ойлауының өзі жақсы емес. Кенеттен пайда болған ой болса, онда оған айып жоқ. Бірақ жүрегіңмен басқа бауырыңды көралмаушылықпен немесе жек көрушілікпен, арам пиғылмен жаман ойлап күмән келтіргеннің дінімізде құпталмайтын іс. Бұл жайында Алла Тағала Құран кәрімде: «Әй мүміндер, күмәннің көбіне сақтаныңдар, өйткені күмәннің кейбірі күнә делінген». Күмәнсіз Алла Тағала кімнің қандай екенін, жария мен жасырын болғанды білуші. Бұл Алла Тағала біздің не ойлап, не қалайтынымызды толық хабардар. Өзге мұсылман бауырың туралы жаман ойлауың шайтаннан екендігін түсінуі қажет. Шайтан өтірікшілердің, бұзақылардың ең жаманы. Мұсылман адам өтірікшілерге, бұзақыларға ермеу керек, айтқанына сенбеу тиіс. Бұл туралы Құран кәрімде: «Әй мүміндер, бұзық біреу хабар келтірсе, оны анықтаңдар, әйтпесе білмей бір елге кесірлерің тиіп, істегендеріңе өкінесіңдер» делінген. Қашан саған өзге бауырың туралы жаман ой келе бастаса, ондай ой шайтаннан екендігін біл. Оның қателіктері мен кемшіліктері үшін оны айыптап, кінәрат тағудан бұрын оны ақтап алатын себептердің барлығын қарастырып шық. Өйткені егер кінәрат тағып айыптасаң, сол мұсылман бауырмен араларыңдағы қарым-қатынасың, бауырмашылығың мен жанашырлығың алдыңғыдай бола қоймайды. Шайтанға да керегі де осы. Ал себеп іздеп оны ақтап шығарсаң, онда екеу ара сыйластық, достық, құрмет, одан әрі бәки түседі. Мұсылман бауырың туралы күмәнданып, ол туралы жаман ойлау күнәнің үстіне күнә арқалауға апарып соғады. Өйткені күмән келтіріп, жаман ой ойлаған адам өзінің ойлағанынан растау үшін әлгі бауырының соңынан аңдып, тексеріп, тіміскілей бастайды. Хижрет сүресінің 12 аятында Алла Тағала: «Сыр тексермеңдер, біреудің біреу ғибаттамасын, біреулерің өлген туысың етін жеуді жақсы көре ме? Әрине, оны жек көресіңдер» деп ескерткен. Омар мұсылмандардың әміршісі болған кезде кеш батқанда Абдулла ибн Мәсғуд екеуі серуендеп жүріп келе жатқанда, кенеттен бір үйден біреудің ән айтып жатқанын естіп қалады. Үйге жақындап барып, сәл ғана ашық тұрған есіктен бір күң әйелдің ән салып, әл қожайыны әнге тербеліп шаршап ішіп отырғанын байқайды. Көрген нәрсеге қатты ашуланған мұсылмандардың әміршісі Омар үйдің артқы есігінен кіріп келіп, әлгі кісіге істеген ісінің дұрыс емес екендігін айтып бастайды. Сонда әлгі кісі Омар халифаға Алла Тағаланың Хужрат сүресінде айтқан сөздерін оқып беріп, халифаның өзіне қатысты күмән келтіргеніне және сыр тексеріп аңдығанына шағымданған деді. Осылайша мұсылмандардың әміршісі одан кешірім сұрап, өзінің істеген ісіне қатысты Алла кешірмесе не болады деп өкінген халде үйден шығып кетеді. Қорыта айтқанда, мұсылман адам өзге мұсылман бауыры туралы әр кезде дұрыс пікірде, жақсы ойда болу қажет. Күмән келтіріп, жаман ой ойлаудың, ғайбат айтудың, сыр тексеріп аңдудың барынша сақ болған жөн. Осымен әңгімем аяқталды. Ал сіз қалай ойлайсыз?